Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге have got және has got құрылымы туралы айтатын боламын. Have got және has got негізінен бар болу деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. I have got a book. Менде кітап бар деп аударылады. Бірақ have got және has got құрылымдары екеуі екі жағдайда қолданылады. Has got үшінші жақтың жекеше түрінде қолданылады. Яғни үшінші жақтың жекеше түріне he, she, it деген сөздер жатады. Мысалға келтіретін болсақ, he has got a bag. Оның сөмкесі бар деп аударылады. Ал енді мына суретке назар аударайық. Мына қыз I have got a camera. Яғни менің камерам бар деп айтып тұр. We have got a rabbit. Бізде қоян бар деп екеуі де айтып тұр. I have got a bike. Менде велосипед бар деп мына бала айтып тұр. Жоғарыдағы мысалдарға назар аударайық. Jane has got a camera. Мына қыздың аты Jane, сондықтан has қолданылады. Яғни ол деп қызға айтып тұр деп біз ойша ойлаймыз, сондықтан да оған has got-ты қоямыз. Jim has got a bike. Мына баланың аты Jim болғандықтан біз оған has got-ты қолданамыз. Jimде велосипед бар деп аударылады. Үшінші мысал, have they got a dog? Оларда ит бар ма деп сұрақ қойып тұр. No, they haven't got a dog. Жоқ, оларда ит жоқ деп жауап беріп тұр. They have got a rabbit. Оларда қоян бар деп аударылады. Мына жерге назар аударатын болсақ, бұл жерде бірінші бағанда болымды сөйлемдердің жасалу жолы беріліп тұр. Екінші бағанда осы болымды сөйлемдердің қысқартылған түрлері беріліп тұр. I have got-ты біз I've got, you have got-ты you've got, he has got-ты he's got, she has got-ты she's got. Дәл осы секілді қалғандарын да қысқартып айтуға болады. Мына кестеге назар аударатын болсақ, бірінші бағанда болымсыз сөйлемдердің жасалу жолының толық нұсқасы берілген, екінші бағанда осы болымсыз сөйлемдердің жасалу жолының қысқартылған нұсқасы берілген. I have not got, I haven't got, you have not got, you haven't got, he has not got, he hasn't got. Дәл осы секілді басқаларын да дәл солай айтуға болады. Келесі, бұл жерде сұраулы сөйлемнің жасалуы туралы берілген. Сұраулы сөйлемді жасаған кезінде біз have және has көмекші етістіктерін зат есімнің алдына шығарып жібереміз. Мысалы, I have got дегенді have I got, have you got, have he got, has she got. Дәл осы секілді қалғандарын да айтып шығуға болады. Мына жерге назар аударатын болсақ, бұл жерде қалай жауап беретіндігіміз туралы айтылған. Мысалы, have you got деп сұрайтын болсақ, yes деп жауап беретін болсақ, yes, I have. Жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I haven't деп жауап береміз. Has he got, she got немесе it got деп сұрайтын болсақ, я деп жауап беретін болсақ, yes, he has. Жоқ деп жауап беретін болсақ, no, she hasn't деп айтамыз. Ал have they got деп сұрайтын болсақ, я деп жауап беретін болсақ, yes, they have. Жоқ деп жауап беретін болсақ, no, they haven't деп айтамыз. Ал енді мына мысалға назар аударайық. Мына қызға, яғни мына суретке назар аударатын болсақ, бұл қызда қысқа шаш бар, я? Ұзын шаш жоқ. Ал енді жанындағы сұраққа назар аударайық. Has she got long hair? Ода ұзын шаш бар ма деп сұрап тұр. No, she hasn't. Жоқ деп жауап беріп тұр. Ал енді ода қысқа шаш бар деп айту үшін she has got short hair. Оның қысқа шашы бар деп аударылады. Бүгінге осы видео аяқталды. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.